Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, сүзбелі, яғни творожный шарики дайындайтын боламыз. Дәмі керемет болып шығады және осындай воздушный болып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай дайындалады және тез дайындалады. Бізге керекті заттар сүзбе, яғни творог, ол үйдің сүзбесі, рецепт YouTube каналымда бар. Магазиндікін пайдалансаңыз да болады. 1 шымшы тұз, 3 ас қасық қант, 1 қасық сода, 3 жұмыртқа, уксус соданы қасиет етуге және соданы разрыхителмен ауыстырсаңыз да болады. Алдымен жұмыртқамызды осылай творогымыздың үстімізге жарып аламыз. Менде 3 үлкен жұмыртқа. Үстіне 3 ас қасық қантымызды және шай қасықтың ұшымен тұзымызды салып, бәрін біркелкі вилканың көмегімен араластырамыз. Егер сізде блендер болса, покружной, солмен езіп алсаңыз да болады. Бүкіл сүзбенің барлығы араласуы керек жұмыртқамен, және үлкен түйіршіктері болатын болса, езілуі керек. Міне осылай біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Массамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды аз-аздан саламыз және үстіне соданы уксуспен қасиет етіп араластырып салатын боламыз. Егер сізде разрыхитель болса, 1 ас қасық разрыхитель салсаңыз да болады. Вилканың көмегімен массамызды біркелкі араласқанша тұстап тұрып араластырып аламыз. Қалған ұнымызды осылай електен өткізе отырып, шанышқының көмегімен араластырып, қою масса шығаруымыз керек. Біздің жаңа тестіміз қатты тығыз болмауы керек, қатты сұйықта болмауы керек. Қолға сабысатын масса шығады. Енді біз осыны тақтайдың үстіне ұнымызды себе отырып, бүкіл массамызды тақтайға ауыстырамыз. Бізге ыңғайлы болу үшін және ұнымызға араластыра отырып, домалақ шарик жасайтын боламыз. Соған ыңғайлы тест шығаруымыз керек. Шетінен осылай ала отырып, шарик етіп домалақтаймыз. Қыттай ғана, яғни грецкий орехтың көлемінде болуымыз керек. Менің массам сап-сары болып тұрғаны, бұл үйдің жұмыртқасы болғандықтан осындай сап-сары түс болып тұр. Осындай шариктер жасап шығаруымыз керек. Ұнға аунап отырамыз. Бұл қолға жабысқақ болып шығады, бірақ бұдан ештеме етпейді. Қатты тығыз болып кетпеуі керек бастысы. Осы әдіспен бүкіл шариктерімізді формасын келтіріп алдық. Енді ыңғайлы тұсымызға күнбағыс майын құйып, майымыз қызығанын байқағаннан кейін осылай шариктерімізді қора бастаймыз. Өте абай болыңыз, өйткені май шашырап, қолыңыз күйіп қалуы мүмкін. Шетінен ғана жай-жайдан аз-аздан сала отырамыз. Және біздің шариктеріміз өте жабысқақ болғандықтан саларда домалақтап алып салғаныңыз жөн. Жай отта қыздырып пісіретін боламыз. Вилканың көмегімен осылай араластырып отыруымыз керек. Екі жағы да қызарып пісіп шыққаннан кейін біздер шариктерімізді алатын боламыз. Қасықпен жасаған өте ыңғайлы. Міне осылай қып-қызыл болып шығуы керек. Қасықтың көмегімен салып, видеода көрсетілген етіп салсаңыз да болады. Қолдарыңыз күйіп қалмас үшін. Және міндетті түрде араластырып тұруды ұмытпаңыз.
Отымыз жай отта тұрғаны дұрыс. Егер отымызды қаттыға қоятын болсақ, онда сыртқы жағы тез пісіп, орта жағы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан жай отта баппен айналдыра отырып, осылай екі жағы қызарғаннан кейін қасықтың көмегімен алып пісіреміз. Міне достар, біздің творожный шариктеріміз дайын болды. Осы піскен әзірде балаларымыз жеп қоятын болады. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Шайға жетпей желініп қалды. Үстіне осындай қант ұнтағын сеуіп әдемілеп қойсаңыз болады. Өте керемет болып шығады. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Іші осындай воздушный болып, керемет дәмді сүзбелі шарлар шығады. Достар, егер видеом ұнап жатса, подписка жасап, комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісіп тұратын боламын. Каналымда көптеген рецепттер бар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау саламатта кездескенше.